Сәлеметсіздер ме? Бүгін инвентаризациядан қалай дұрыс өту керек көрсетеміз. Ең алдымен өркен-отбасыбанк.kz порталына кіресіздер. Кіру деген батырманы бассаңыздар, ЭЦП мен парольді сұрайды, соны жазасыздар. Осылай жеке кабинетке кіресіздер. Төменде инвентаризация деген батырманы бассаңыз, оң жақ шетінде инвентаризацияны бастау деген кнопка болады, соны басасыздар. Ең бірінші этап бұл жеке деректеріңізді тексереді. Сіздің екінші этап үйдегі 16 жасқа толған отбасы мүшелерінің келісімі керек. Олар ЭЦК-сы арқылы өркен.отбасыбанк.kz порталына кіріп, өздерінің келісімін беру керек. Үшінші этап келісім берген отбасы мүшелерінің жеке деректері тексерілетін болады. Соңғы этап шешім, яғни бұл этапқа жету үшін міндетті түрде 16 жасқа толған барлық отбасы мүшелері келісімге қол қою керек. Онсыз сіздер инвентаризациядан өте алмайсыздар. Кім инвентаризациядан өтеді? Сол кісілер жалдамалы тұрғын үй немесе жеңілдетілген мемлекеттік бағдарламаларға қатыса алады.